Мен мынау достар оқушылар үйінен нашақты биден алып келуге шықсам, өзі келе жатыр. Мен сіз танымайын дейді мына қыз. Сіз мен танымайсыз. Мен мамам қайтесін білмеймін. Мама ана үйге не машинамен бірге кетіп қалған жұмысқа. Мен ана жаққа дейін. Ана жақта тұрады үйім дейді. Негізі біздің үй мына жаққа қарата жүруіміз керек. Нағыз көнбей тұр енді, бұны көтеріп алайын десем де коляска бар қасымда. Ана қоймаймын, мына қыз енді білмеймін, айқайлаймын қазір дейді, қолыңыздан ұстаса көмектесіңдер деп айқайлаймын дейді. Соны ойлап тұрмын, көтеріп алып кетсем, мен милицияға қамап қойсашы, бала ұрлап жатсыз деп. Не істесем екен? Мен соны ойлап тұрмын, қай жерге дейін барады, мақұл үйін барып көрейінші деп. Ал жүр, ал үйің қай жақта сенің? Көрсет ал. Мына жақта. Көрейікші қане үйіне барып. Білмеймін, бұл қызға не болған? Мен сіз танымаймын. Мен мамам мүлде басқаша деп. Қазір көреміз енді. Достар, бізбен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Нашақтың үйіне барып көреміз енді. Қандай үйде тұратынын. Нашақ, мына жақта деп еді ғой, мына жаққа неге бұрылып жатсың? Үйің мына жақта ма? Жүр, қай жақта үйің көрсет. Нашақ, маған пранк жасап келе жатқан жоқсың ба сен? Болмайсың. Менің атым басқаша. Кім атың сонда? Мадина деген атым. Мадина ма атың? Я. Қызық екен. Жарайды, көрейік Мадина. Үйіңізге барып көрейік қандай үйде тұратыныңызды. Мамаңызбен танысайын. Нашақ негізі биден шыққан болу керек еді ғой. Нашақ, сен неден шықтың дейсің? Фортепианодан шықтым дейді. Менің атым Нашақ емес, Мадина. Ал, жарайды, Мадина. Қарсаңыздаршы, Ақтауда кеше жаңбыр жауған. Ақтауда тұрғандар түсінеді. Ақтауда арық деген нәрсе жоқ. Осындай жерлермен су тұрады осылай. Қайсы үйде? Мына домда ма? Қайсы домда? Домофон номерін білесің ба? Я, конечно. Көреміз қазір. Kids Park дейді. Негізі мамам ше жұмыс істеуге кетіп қалғанда, мен маманың орнына Үйде боласың ба? Бір өзің боласың ба сонда үйінде? Маманың орнына не істесем үйде шай берейін. Қандай ақылды қызсың? Сен что-то бірінші рет көріп тұрған сияқтысың ғой? Үй жағында болса күнде көруші едің ғой? Или бүгін салып қойдың ба бұл затты? Жоқ, мен күнде бүйтіп қарап жүрмін. Төбесіне. Менде Нашақ деген қызым бар да. Менің ше Нашақ деген қызым бар да. Үйде сол да сен сияқты болса екен деп жатырмын да. Мамасына көмектесетін. Ана ше. Мамам ше бүйтіп ана қызым ана паркке бара салшы. Ана мен паркте жұмыс істей алмаймын. Өткенде кешіп жатыр. Ана жұмыс. Қай жерден деп? Мынау ма? Үйіңіз сіздің? Я просто парк сияқты жасалған ғой. Қызық екен. Көрейік үйіңді. Қызығымызды қоя қойыңыз болмайды. Мына жерге енді коляскамен қалай мінеміз? Мына жақтан көтерілеміз ба, или мына жаққа ма? Домдарыңыз күшті ғой. Прям детский дом сияқты ғой. Нешінші этажда тұрасыз? 5-ші этажда тұрасыңдар ма? Сізге бәрі осы ұнап жатыр ма? Маған қызық болып отыр. Сіз маған шай беретініңіз қызық болып тұр. Жүр, кеттік көрейік үйіне. Мынау ма сіздің үйіңіз? Осы ма сонда сіздің үйіңіз?
мына жататын жерің дейді. Маған шай беретін жеріңіз қайда сонда? Burası benim anam. Осылай шомыласың ба сонда? Ашаның кухнясына келді. Мына жерге отырамыз ба? Сонда тамақты өстіп жасайсың ба сен? Aslında mis. Pizza. Aslında mis. Өстіп дайындайсың ба сонда тамақты? Ya. Үйлеріңіз қандай күшті? Қайсынан да ескалып. Ya. Пицца пісіріп бересің бе, или заказ бересің ба сонда? Заказ береміз. Pizza заказ береміз. Тамақ бар ғой, бәрі тамақ. Сізге ұнап жатыр ма? Мен пиццаны духовкаға салдым. 1 минуттан кейін пісіп кеткен. Сізге бәрі ұнап жатыр ма? Мама жоқ деге. Иә, үйлеріңіз күшті екен. Мына жақта бірақ қандай көмекшілеріңіз көп сияқты ғой, үйіңізге көп қонақ келетін сияқты ма? Жоқ, осы әшін не ғой? Көмекшілерге көп ақша алсын бермей ғой. Бәрі сізге ұнап жатыр ма? Ұзақ пісетін бірақ пиццаңыз. Анақта ойнай тұрамыз күшті. Ана, мамалашты детский жақты көрсетті ба? Ол мама. Бірақ мен смузи істеймін ғой мұны. Заказым келіп, пиццам пісті жіберіңіз. Сізге смузи ұнамай ма? Маған негізі шай керек еді, шай. Шай. Заказ. Бұл мен сабақ дайындауым керекпін. Сізге бәрі осы ұнады ма? Айтқызбайыншы. Мам, бұл сізге просто ана паркқа берді. Ойнайтын жерге барғың келді ма? Иә, бірақ андай ақылды, жаңағыдай айтқан тыңдайтын қыз болса жарасады екен саған ше? Пицца пісіре алсаң. Саған жарасады екен. Күшті пранк жасадың ғой, қызым? Рахмет.